Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кобраны рецептімен бөлісетін боламын. Бұл кобраны қыста тамаққа қатып жесеңіздер, балаларыңыз нанға матырып жесе өте дәмді болады. Ең бастысы бұл табиғи қолдан жасалған. Ең алдымен чеснокты суға салып қойымыз. Чеснокты тазалауға оңай болу үшін. Қызанақ өзіміздің огородте өсіп жатқан қызанақ. 6 килограмм қызанақтан жасайтын боламын кобраны. Бірінші қызанағымызды жақсылап жуып аламыз. Қызанақтарымыз құрттары болса құрттарын тазалап, мыжылған жерлерін болса кесіп алып тастап, ортасына бөліп мясорубкадан өткізуге ыңғайлы болатындай кесіп аламыз. Чесногым 3 сағат суда тұрды. 3 сағаттан кейін алып, енді аршуға болады. Өте оңай, тез аршылатын болады. Чесногымызды ашып аламыз. Чесногымды ашып, персимді ашып, хренімді жуып алдым. Егер кобраларыңыз ашты болғанын қаласаңыздар, тағы да ашты перец қоссаңыздар болады. Мен балалар жейтін болғандықтан көп салмаймын. Мына кесіп алдым қызанақтарымды. Енді осылардың бәрін мясорубкадан тартатын боламын. Хреннен басқасын хренді ғана тартпайтын боламын. Қалған бәрін араластырып отырып, мясорубкадан тартып аламын. 6 килограмм қызанағымды тартып алдым. Қызанақтың үстіне жуылған хренімді салып, тұзымды салып, 1 килограмм қызанаққа 1 дана аспирин салу керек. Менде 6 килограмм болғандықтан 6 штук аспирин салатын болам. Аспиринді салып, жақсылап араластырып, 2 сағатқа тұруға қойып қоямын. 2 сағат тұрған кезде помидорымыз қыжып көпіршиді. Көпіршігеннен кейін 2 сағаттан кейін көпіршігі басылады. Көпіршігі басылғаннан кейін ыдыстарға құйып, міндетті түрде бұл кобрамыз салқын жерде тұру керек. Мен баклажкаға құятын боламын. Баклажкаға құйған маған ыңғайлы. Егер қаласаңыздар, банкіге құйға болады. 4 литр баклажкаға құйдым. 2 литрін ыдыстарға құйып қойдым. Алып құйғанға ыңғайлы болу үшін. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай құйсаңыздар болады. Бірағында ең міндеттісі салқын жерде тұру керек кобрамыз. Ас болсын.